Қайырлы күн қыздар. Бүгін мынадай өте әдемі және дәмді манник дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Манник өте тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Өзі жұмсақ, сочный, апельсин дәмдес, асқабақ қосылған манник. Бірге дайындайық. Әдеттегідей қажетті ингредиенттерді описанияға жазып кетемін. Ең біріншісі, шұңғыл ыдысқа 250 грамм манка мен 250 мл айран құйып араластырып қоя тұрамыз. Манкамыз ісінуі керек. «300 грамм асқабағымызды үккіштен өткіземіз. Асқабақты қоя тұрып, манканың үстіне қопсытқышқа саламыз. Үстіне 100 грамм қант қосамыз. Оның үстіне бір апельсиннің цедресін саламыз. Араластырып, үстіне банағы үккіштен өткізілген асқабағымызды қосамыз. Тағы да дұрыстап араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын салып, майлап, оның үстіне жаңағы маннигімізді саламыз. Лопатканың көмегімен тегістеп аламыз. 180 градус пешімізде 30 минут пісіріп аламыз. Сіз өзіңіздің пешіңізге қарайсыз. Енді үстіне сироп дайындаймыз. 150 грамм су қайнатамыз. Араластырып, үстіне 100 грамм қант қосамыз. Ол қанттың ерігенше араластырамыз. Үстіне бір апельсиннің соғын құямыз. Тағы да дұрыстап араластырамыз. Сиропымыз дайын. Піскен ыстық маннигіміздің үстіне ыстық сиропты құямыз. Енді толығымен суытамыз. Толығымен суыған маннигімізді формадан босатып, әдемілеп кесіп, әдемі ыдысымызға саламыз. Әдемі, дәмді, хош иісті керемет маннигіміз дайын. Өзі кескенде жұп-жұмсақ. Сироп құйғасын ортасы тығыз болмай, сочный болып тұрады. Манникті ыссы күйінде және салқын күйінде де жей беруге болады. Өте дәмді. Осы рецептпенен пісіруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.